Қазақстан футболының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-ке қосылып, футболды тамашала. Армысыздар, құрметті жанкүйерлер. Футболдан Қазақстан біріншілігі жалғасады. Бүгін Атырау мен Елімай командалары өзара матч өткізеді. Бұл 24-ші турдың кездесуі екенін айта кетейік. Екі команданың құрамы белгілі. Міне екі капитан жеребені рәсіміне қатысады. Бүгінгі матчтың бастауға міне пәрмен берді қазір. Бас төреші Наженко, сонымен көрейік бүгінгі матчта. Бірақ алаңға шықпады, қосалық құрамда қалды. Әлі де бапкерлер сенімінде деген сөз. Доп көтерілді, қақпаға соққы, бірақ қақпашының қолында қалды. Жақсы, бірақ Корзун жете алмады дегенмен. Аяғындағы доп. Қақпаға соққы. Сигневич бұл. Салдап өтетіні бар, бұл футболшының жақсы көтеріп отыр. Корзун соқ жасай алмады. Мал қазір допқа жетеді рейс және айып алаңына. Топтан айырылды міне. Бірақ қайта алды қазір. Допты және алға қарай қорғаушы жақсы ойнап отыр. Қақпа шық, доптың алдан қақпа бос. Бұл соққы және гол. Есепті Атырау командасы ашты ақыры. Ойынның соңына таман Сигневич баспен соққы жасады. Белорусиялық легионері Атырау командасын өз командасын алға шығарды. Бұл бір айып алаңында, бірақ енді соққы жасау керек. Міне сол аяқпен тепті, бірақ Атырау шабуыл жалғаса, допқа талас, қақпаға қарай. Жақын бұрышқа Корзун соққы жасады, бірақ қорғаушылардан доп аспай қалды. Төреш сағатына бір қарап алды. Хаткевич секірді, бірақ Хаткевич қателесті. Доп қайда? Доп қақпадан биік кетіп отыр. Болды ғой деймін. Жоқ, әлі уақыт бар дейді төреші. Аяқтады ойынды. Ойынды аяқтай салды. Бас төреші бұл матч 1-0 есебімен аяқталды. Атырау командасы жеңіске жетті. Қазақстан футболының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-ке қосылып, футболды тамашала.